Былтыр қол жетімді баспана 2020 бағдарламасы аясында 6,7 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілсе, биыл жарты жылдың ішінде бұл көрсеткіш 3 миллионнан асқан. Сонымен қатар жалдамалы баспана құрылысына 27,5 миллиард теңге, ал жинақ жүйесі бойынша берілетін несиелеуге 30 миллиард теңгеден астам қаражат бөлініп отыр. Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды салуға да бюджеттен ақша қарастырылған. Бүгін үкімет басшысы Серік Ахметов құрылысшылар күніне орай өткізілген мерекелік жиында осылай деді. Саланың елдің ішкі жалпы өнімдегі үлесі 6%-дан асатындығын айтқан премьер-министр, құрылыс ісі Қазақстанның барлық өңірлерінде дамып отыр деді. Қазақстан ипотекалық компаниясы жыл сайын 500 мың шаршы метр баспананы ел игілігіне тапсыратын болады. Ал самұрық-қазына жылжымайтын мүлік қоры да мемлекет пен жекенің әріптестігі негізінде жылда 150 мың шаршы метрлік тұрғын үй салмақ. Жиын барысында үкімет басшысы құрылыс саласының майталмандарын марапаттады. Мемлекет басшысының қолдауымен тәуелсіздік жылдары елімізде құрылыс саласын дамытуға барынша жағдай жасалды. Отандық құрылыс индустриясы қанат жайып, құрылыс материалдарын шығаратын өндіріс орындары көбейді. Әлемде мойындатқан Астана құрылысы бүгінде қазақстандық сәулет өнерінің жарқын көрінісі. Елдік мұратқа жету жолында сіздердің қосып отырған үлестеріңіз зор. Бой көтерген әрбір ғимаратта, әлеуметтік және өндірістік нысандарда сіздердің баршаңыздың қолтаңбаларыңыз жатыр. Сондықтан құрылысшы еңбегі қашанда құрметке лайық.